Ер адамның жай әшейін тыңдауға біздің жүйкеміз шыдамайды. Шаршап келдім, тез бол, әкел тамақ. Үйде не болды, кешке дейін не іштің, не жедің, балалар қалай барды, қалай келді, кім келді үйге өзі, кіммен сұхбаттастың өзі деген сөз жоқ біздің көп еркекте. Енді ол әйел жарылмағанда, ол жаңағы айтқан стерва болмағанда, ол жынды болмағанда, мінез көрсетпегенде кім көрсетеді? Рас қой, бұлай жылы-жылы сөйлесе, жылан не шыған деп, жақсы сөз сөйлеп, мүмкін қыдыртып, жаңа менен де сөйледі, әйелдің жынын қалай басам деп, ақшамен басасын дедім. Қазіргі заманның жындылықты Тифанимен басасын, білмеймін, немен басаң, омен бас, әйтеуір, ақшамен басасын әйтеуір. Қазіргі заман зол. Өйткені, онда мынандай сөз бар, әйелмен жақсы болса үйге бере, байиды деген. Әйелге сыйлық әперген сайын еркек байиды деген тұжырым бар. Психологияда да келеді. Неге? Өйткені әйелде тыныштық болады. Еркек әйелге қуат береді. Содан дүние таппайтын еркек болмайды, құрарын айт дейді. Әйел құрап, үстіне жамап, оны өзіне жалғап, балаға жеткізсе, сонда еркек әрі қарай талпынады. Содан құралады, содан байиды. Үнде үйде келгенде қырғын боран, дала аяз боран болса, еркек сорлы қайда барады. Сол үшін бұл жерде теңдей болу керек пе деп есептеймін. Тек қана еркек кінәлі, немесе тек қана әйел кінәлі емес, екеуінен де болады.